Қайырлы күн, сіздермен мен Үсіпбек Темірлан. Сіздерге бүгін 8-ші апта, яғни үміттөрім. Біздің эссенің тақырыбы қазақ мемлекетінің дәстүрлері. Қазақ халқының тарихы негізі тереңде жатыр. Яғни ежелгі дәуірлерден бастап қазақ жері мекендеген түркі және түркіге дейінгі халықтар өздерінің саяси және мәдени, рухани өмірінде мемлекеттік дәстүрлерді қалыптастырды. Бұл дәстүрлерден кейін бізде қазақ хандығынан кейін алаш автономиясы, одан әрі кеңестік АКСР, одан әрі қазіргі тәуелсіз Қазақстан қалыптасты. Қазақ мемлекетінің ұлттық тарихы мен тағдырының айнасы. Олар ғасырлар бойы қалыптасқан саяси құрылымдар мен ішкі билік жүйелерінің сабақтастығының нәтижесі болып табылады. Қазақ хандығының құрылуының алғы шарттарына келетін болсақ, қазақ хандығы алғашында бұрынғы андронтар, яғни қола дәуірінен бастап қазақтар құрыла бастаған, пайда бола бастаған. Және де ең алғашқы тайпалар бұлар алғашқы сақ тайпасы біздің заманымыздан бұрынғы 8-ші және де 3-ші ғасырлар аралығында өмір сүрген. Территориясына келетін болсақ, Қазақстанның оңтүстігі және шығысында орналасқан Орта Азия мен Іле алатауы маңы. Сақтар ерлік пен еркіндіктің рухы мен қазақ халқының мінез құлқында сақталады. Одан арман бізде үйсіндер және де қанды тайпалары арғай өзінің саясатын жалғастырған. Одан әрмен бізде түрік қағанаты қалыптасады. Түрік қағанаты 1552 жылы өз қағанатын құрды және де сол кезден бастап 552 жылдан бастап алғаш рет түрік этнонимі мемлекеттік деңгейде қолданылды. Түрік қағанаты Ұлы Жібек жолы бойындағы саяси және экономикалық өмірдің орталығы болып саналады. Түркілердің рәміздері, басқару жүйесі және мемлекеттік рәміздеріне және басқару жүйесіндегі кейінгі қазақ билік дәстүріне қатты ұқсас болады. Түрік қағанаты 552 жылы және 603 жылдар аралығында өмір сүрді. Одан кейін екі хандыққа бөлінді, яғни шығыс түрік қағанаты және батыс түрік қағанаты. Шығыс түрік қағанаты 603 және де 744 жылдар аралығында өмір сүрсе, батыс түрік қағанаты 603 және 704 жылдар аралығында өмір сүрді. Және де одан әрмен бізде шығыс түрік қағанатынан кейін үйсіндер, қарлұқтар, Оғыз мемлекеті және Қыпшақ хандықтары бой көтере бастады. Және де ең алғаш болып 960 жылы Қарахан мемлекетінің патшасы Мұса хан ислам дінін мемлекеттік дін деп жариялады. Және де одан әрмен бізде Шыңғыс хан келеді. 1206 жылы және де 1204-1206 жылдар аралығында бүкіл сол кездегі тайпалар, яғни Найман, Керейет, Меркіт тайпаларын басып алып, өзінің жаңа Шыңғыс хан дәуірін бастайды. Және сол кезден бастап Шыңғыс ханның 4 баласы бар. Ең алғаш әйелі бөртеден тараған Жошы, Үгедей, Шағаты және де төре баласы. Және осы балалардың ішіндегі ең үлкені Жошы Қазақстанның бүкіл аймағын алып жатты. Яғни Қазақстанның орталық бөлігін, солтүстік батыс бөлігін және солтүстік шығыс бөлігін, яғни Қазақстан жеріндегі дешті Қыпшақ даласын түгелімен алып жатқан осы Жошы хан болатын. Және де біздің ата-бабамыз сол Жошының ұрпақтарынан тараған. Одан әрмен сол Жошы мемлекетінің арқасында, яғни Алтын Орда құрылды. Алтын Орда бұл Шыңғыс хан ұрпақтары билеген ұлы мемлекет. 1242 жылы құрылса, және де 15-ші ғасырдың аяғына қарай Алтын Орда мемлекеті таралып ыдырап кетті. Алтын Орда мемлекеті ол қазақ халқының этникалық бірігуіне және саяси тұтастықтарының қалыптасуына үлкен әсер еткен. Және одан әрмен бізде қазақ хандығының құрылу тарихы және территориясының қалыптасуы. 15-ші ғасырдың ортасында дешті Қыпшақ даласында жаңа саяси бірлестік, яғни қазақ хандығы дүниеге келді. Қазақ хандығы 1465 жылы Шу мен Қозыбасы өңірінде Керей мен Жәнібек қазақ хандығын құрды. Бұл қалай құрылды? Қазақ хандығы құрудағы мақсат
жошының ұрпақтары яғни сұлтандар керей мен жәнібек сұлтан әбілқайырдың қысымынан қашып Моғолстандағы Есенбұғыға келіп жер сұрайды. Яғни Есенбұға оларды бағана Шу мен Қозыбасы деген өңірге жерін бөліп беріп, сол жерге өзінің мемлекеттерін құруға рұқсат береді. Және керей мен жәнібек сол арқылы өзінің мемлекеттерін құрады. Ал 1468 жылы бұны естіген Әбілқайыр хан қазақ сұлтандарын, яғни керей мен жәнібекті басып алуға аттанған болатын. Және сол уақытта жорыққа жетпей Әбілқайыр хан қаза табады. Және Әбілқайыр хандығы сол мезетте, яғни 1468 жылы ыдырап кетті. Керей мен жәнібек қазақ хандығының ең алғашқы ханы, яғни Керей үлкен болды, ал Жәнібек одан кейінгі ханы. Керей хан 1465 және 1473 жылдар аралығында басарса, Жәнібек хан 1473-1480 жылдар аралығында басарды. Одан кейін бізде 1480-1511 жылдар аралығында Керейдің баласы Бұрындық хан басқарды. Бұрындық хан кезінде мемлекет қатты көркендей алмады, яғни ол тек қана ішкі саясатты реттеп жүрді, ал сыртқы саясатқа дұрыс араласпағандықтан хандықты қатты ұстай алмады. және соның зардабынан өзінің басып алған жерлері, яғни оңтүстік бөліктегі сыр өңір бойында қалалардан айырылып қалды. Және 1511-1523 жылдар аралығында қазақтың ханы болып Қасым хан сайланды. Қасым хан кезінде қазақ хандығы қатты күшейді. Оны кейде екінші жошы деп теңеу береді Қасым ханға. Қасым ханның кезінде қазақ хандығы өзінің пикіне жетті деп айтсақ болады. 1 миллионнан астам халқы болды, және 300 мыңнан астам әскері болды. Және Қасым хан өзінің қазақ хандығын нығайту мақсатында өзінің Қасым ханның қасқа жол атты заң жинағын шығарады, және ол заң жинағы 5 бөлімнен тұрады. Одан кейін хандар қазақ хандығы құрылғаннан кейін, одан кейін Тахир хан деген келеді, одан Бұйдаш хандар келеді. Олардың кезінде қазақ хандығы әлсіреп келеді. Және 1538-1580 жылдар аралығында Хақназар хан келіп, осы елде болып жатқан бүкіл мәселені шешіп, қазақ хандығын қайтадан өзінің несіне жеткізеді, пикіне жеткізеді. Одан кейін хандар бізде Тәуекел хан келді, Шығай хан болды, Жәңгір хан, Тәуке хан. Осы кезде қазақ халқының ең биік дәуіріне жетті деген осы Тәуке хан кезінде 1680 және 1718 жылдар аралығында. Осы кезде Тәуке хан билер кеңесін құрды және 7 зарғы заңын ойлап тапты. Бұл 7 зарғы заңын Қасым ханның қасқа жолы және Есім ханның ескі жолына қарап, сол заңдардан толықтырып шығарды. Және одан кейін Тәуке хан қайтыс болғаннан кейін бізде қазақ хандығы 3-ке ыдырап кетті, яғни ұлы жүз, кіші жүз, орта жүзге. Ұлы жүзді ол кезде Жолбарыс хан басқарды, кіші жүзді Әбілқайыр хан, және орта жүзді Сәмеке хан басқарды. Кіші жүздің басын басқарған осы Әбілқайыр хан өзінің ұлы хан ретінде санау үшін Ресей мемлекетіне отарлық саясатына өзінің хатын ұсынады, яғни 1711 жылы. Және соның себебінен қазақ хандығы осы түгелмен дерлік Ресей империясына кіріп кеткен болатын. Яғни ең алғаш болып осы кіші жүз, яғни батыс мемлекет, Қазақстан батысы кірсе, одан кейін орта жүз, ең соңынан ұлы жүз қосылды. Осылайша қазақ хандығы біртіндеп ыдырап Ресейдің қол астына кірді. Яғни шамамен айтқанда 200 жылдай Ресейдің отарында болды.